қазір 2-ның бірінде несие бар. Көрдіңіз ғой, сол несиені біз 21 жылы мына Досаевқа барғанбыз, Астанаға. Қоғамдық белсенділер және журналистер сол проблеманы көтеруге 100 000 адамның несиесін алып Досаевқа барғанбыз 21 жылы. Сол жылы Досаев сөйлеспей бізді қуып, далада жатқан жерімізде су шашып, біз квартира жалдаған жерімізден артымыздан адамдарды жібергізіп, анау раковинаны суырып алып, анау телевизорды ұрлап кетіп, кәнбінің адамдарын жіберіп, сөйтіп біз далада жатқанбыз. Ешқандай квартира кірген жоқ. Сол хайуан Досаев деген адам, өзінің шешесі де жоқ шығар, бұл қайдан келген адам, 10 адамға 10 бағандық жасаған, түнде далада қондыртып, жаңағы су шашқан адам, қысты күні қазір деген мынау Алматыға әкім болып сайланып отыр. Сол жақсылық жасайды деп ойлайсыздар ма? Меніңше бұл Досаевты тек қана жұмыстан кету емес, бұны жазалау керек. Бұндай адам, ұрлықшы, тонаушы, мынау деген көрдіңіздер, өткенде Алматыға келе сап не тындырды? Собрание ашты да, әйтеуір көріну үшін жаңағы сотқа беріп жатыр қарапайым халықты. Ананы боқтап жатыр, мынаны шығар деп жатыр, нөкерлерін қойып қойған. Сонда онымен сөйлесуге болмай ма? Ол кім соншама? Оның өзін жазалап, оның өзін түрмеге отырғызу керек негізі.